Саламатсыздар ма, балалар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз Қазақстан қайта құрудың бастапқы кезеңінде. Оқу мақсатымыз қоғамдық саяси өмірдің ерекшеліктерін түсіндіру және өзіндік талдау жасау. Кеңес үкіметі кезіндегі орын алған әлеуметтік экономикалық проблемаларды талдау. Құрметті оқушылар, жаңа тақырыпқа енбес бұрын біз Қазақстандағы жылымық және тоқырау жылдарында есімізге алайық. Жылымық жылы деп 1954-64 жылдарды айтамыз. Неге жылымық? Сталин дәуіріндегі тоталитарлық саясаттан ішінара ауытқумен сипатталған КСР тарихындағы 20 ғасырдың 50 жылдарынан 60 жылдарына дейінгі жалғасқан кезеңнің бейресми атауы. Қазақстан жылымық кезеңінде экономика қандай өзгерістер болды? Демократияландыру үдерісі, хрущевтік жылымық, өнеркәсіпті қарқынды түрде дамыту, тың және тыңайған жерлерді игеру, әскери өнеркәсіптік кешенге қолдау көрсету, әскери блоктар құру. Ал қоғамдық өмірде жазықсыз жазаға ұшырағандарды ақтау үдерісі аяғына дейін жүргізілмеді. Репрессияға ұшыраған халықтар құқығы қалпына келтірілмеді. Жоғарыдан төменге басқару әдісі сақталды. Басқаша ойлайтындар айыпқа тартылды. Ал енді прогресшіл бастамаларында Сталиннің жеке басына табыну айыпталды. 1954-56 жылдары республикаларға аздаған жеңілдіктер жасалды. Тоталитарлық режимнің құрбандарын ақтау үдерісі басталды. Тоқырау жылдары деп 1965-85 жылдарда айтқан болатынбыз. Кеңес экономикасын барынша нығайту үшін жаңа шаруашылық реформаларын жүргізе бастады. Қазақстандағы өнеркәсіп реформасы кең көлемде жүргізілді. 1940 жылмен салыстырғанда 1965 жылы 12 есеге өсті. 1965 жылғы реформалардың жағымды түйіні барлық жоспарлық көрсеткіштер іске асырылған 8-ші 5 жылдық болды. Өнеркәсіпте ресурстарды шығындау басым болды да, оның экономикалық тиімділігі төмендеді. Ауыл шаруашылық өнімдерін сатып алудағы мемлекеттік жоспарлар шаруаларға үлкен кедергі келтірді. Бұл іс жүзінде барлық әдістер мен құралдарды қолданып жүзеге асырылған азық-түлік салғыртының бір көрінісі еді. 1982 жылғы қабылданған бағдарлама ауыл шаруашылық өндірісінің апатты кері кетуін тоқтата алмады. Осыған байланысты Кеңес одағы шет елдік астық өнімдерін көп мөлшерде сатып алуға көшті. Сондықтан бұл кезең КСР тарихында тоқырау жылдары деп аталды. 1980 жылдары ел тарихында қандай өзгерістер орын алды? 80 жылдардың бас кезінде Кеңестер одағының барлық республикаларында аса ауыр әлеуметтік экономикалық жағдайлар қалыптасты. 1985 жылы наурызда Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің бас хатшысының қызметіне Михаил Сергеевич Горбачев сайланды. Әлеуметтік экономикалық дамуды жеделдету бағытын жариялады. Бұл бағыт 1986 жылғы ақпанда болып өткен Кеңес одағының коммунистік партиясының 27-ші съезінде одан әрі дамытылып мақұлданды. Сәуірдің, яғни 1981 жылғы сәуір пленумы, одан кейінгі пленумдарда Кеңес одағының коммунистік партиясының 27-ші съезі де КСР-ны жақындап келе жатқан терең дағдарыстан құтқара алмады, құтқара алмайтында еді. Бұдан кейінгі оқиғалар жеделдету бағыты нақты және айқын бағдарламасыз, терең ойластырылған ғылыми тұжырымдамасыз қабылданғанын көрсетті.
Кеңес одағының коммунистік партиясының орталық комитетінің 1987 жылғы қаңтар пленумында партия мен бүкіл қоғам қызметінің басты мақсаты қайта құру болып табылатыны жарияланды. Жеделдету бағыты сияқты қайта құруда демократия көбірек болсын, заңдылық пен тәртіп көп болсын, патриотизм мол болсын, тағы басқа механикалық көзқарастардың салтанат құруына әкеліп соқтырды. Халық шаруашылығындағы тоқырау құбылыстары әміршіл, әкімшіл жүйенің қарама қайшылықтары мен кемшіліктерінің салдары болды. 1985 жылдың сәуірінен бастап тарихи бетбұрыс коммунистік идеялармен тәрбиеленген адамдарға да оңай түскен жоқ. Қазақстандағы қайта құру үдерісі елдің басқа аймақтарындағыдай көптеген қиындықтар мен кедергілерге кезікті. Құрметті оқушылар, бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау үшін бірінші тапсырмадағы кестені толтырамыз. Яғни тоқырау кезеңіндегі сөз бен істің алшақтығын салыстырмалы кесте түсіру арқылы анықтап қорытынды жасайсыңдар. Үйге тапсырма. Үшінші тапсырма бойынша құжат пен жұмыс, яғни оқулықтың 75-ші бетіндегі деректік мәтінді оқи отырып, үшінші тапсырмадағы сұрақтарға жауап береміз. Ал кері байланыс ретінде екінші тапсырмадағы карикатуралық суретке қарап отырып, сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңа рахмет.